Сәлем достар, бүгінгі тақырып present perfect tense. Яғни бұл ағылшын тіліндегі шақтардың бірі. Present perfect tense дегеніміз бізде аяқталған осы шақ. Яғни бұрын басталып, қазіргі уақытта әсер ететін іс-әрекеттер, яғни дәл қазір аяқталған іс-әрекеттер деп айтсақ та болады. Бұл жерде қай уақытта, қашан болғаны маңызды емес, бұл жерде нәтиже маңызды. Бұның жасалу формуласы ең бірінші болымды сөйлем бойынша айтатын болсақ, сөйлем басында міндетті түрде subject келеді, plus have, has and verb 3. Егер regular verbs болса, бұрыс етістік болатын болса, онда етістіктің үшінші формасын қолданамыз, past participle'ды. Егер дұрыс етістік болатын болса, regular verbs болса, онда етістікке ed жұрнағын жалғаймыз. Болымсыз сөйлемде subject'тен бастаймыз міндетті түрде, have, has'дан кейін біз not'ты қолданамыз. Одан кейін жаңағы етістіктің үшінші формасын немесе етістікке ed жұрнағын жалғайтын боламыз. Сұраулы формада біздегі have, has көмекші етістіктері subject'тің алдына шығады, сосын барып subject, одан кейін етістіктің үшінші формасы немесе етістікке ed жұрнағы жалғаған форманы қолданамыз. Бұл бізде present perfect tense'тің жасалу формуласы, яғни сөйлем құрудың структурасы. Қолданыстары бойынша тоқталып өтетін болсақ, бірінші өткен шақтағы әрекеттің нәтижесі қазір көрсетіледі. Мысалға, I have lost my phone, мен телефонымды жоғалтып алдым. Яғни бұл жерде оның қашан, қай уақытта жоғалтып алғаны бұл жерде маңызды емес, бұл жерде нәтиже маңызды. Яғни мен телефонымды жоғалтып алдым. Яғни бұл жерде нәтиже көрсетіледі. Екінші қолданысы өмірлік тәжірибе. She has traveled to France. Ол Францияға барды, яғни саяхаттады, Францияға барып көрді. Бұл жерде яғни бір жерге барған немесе жаңадан бір нәрсені тәжірибеден өткізіп, сондай іс-әрекеттер болатын болса, сол кезде біз осы present perfect tense'тің жасалу формуласына қойып сөйлемді құрап айтатын боламыз. Үшінші қолданысы жақында аяқталған іс-әрекет. Яғни бұл жерде бұрын басталып, қазір ғана аяқталған іс-әрекет айтқанда қолданамыз. Мысалға, She has just finished his homework. Ол жаңа ғана үй тапсырмасын аяқтады. Яғни ол іс-әрекет бұдан 1 сағат бұрын немесе 2 сағат бұрын басталған болуы мүмкін, бірақ ол қазір ғана, яғни аяқталған, уже нәтижені көрсетіп тұр. Келесі бізде present perfect пен past simple'дың екеуін салыстыратын болсақ, present perfect іс-әрекет қазіргі уақытқа әсер етеді. Бұрын басталған, бірақ қазір аяқталған іс-әрекет айтқанда қолданамыз. Мысалға, I have lost my keys. Мен кілттерімді жоғалтып алдым. Ал past simple белгілі бір уақыт, өткен уақыт аралығындағы іс-әрекет. Яғни ол бұрын басталған, яғни ол бұрын сол аяқталған. Бұрын болып кеткен іс-әрекет. Мысалға, I lost my keys yesterday. Мен кеше кілттерімді жоғалтып алдым. Яғни бұл жерде қашан болған іс-әрекеттің қашан болғаны көрсетіледі, нақты көрсетіледі, уақыты көрсетіледі. Ал present perfect'те ол іс-әрекет қашан болғаны көрсетілмейді, бұл жерде тек нәтиже айтылады. Іс-әрекеттің жасалынғаны көрсетіледі. Келесі бізде белгілі сөздер, keywords, present perfect tense'тің мынандай time expressions'тар деп айтамыз, яғни уақытты білдіретін фразалары. Ever, әйтеуір бір кезде, әрқашан деген мағынаны білдіреді болымды сөйлемде. Never,
ешқашан, just қазір ғана, already әлде қашан, yet әлі де, recently жақында, so far осы уақытқа дейін, since мысалға 2010 жылдан бері деген сияқты нақты уақыттарды, жылдарды айтқан кезде біз осы since-ті қолданамыз. For бұл период, яғни уақыттың периодын айтқан кезде қолданамыз. Бойы деген мағынаны білдіреді. Мысалға, I have done my homework for 2 hours. Мен 2 сағат бойы үй тапсырмамды орындадым. Яғни осындай кезде біз for-ды қолданамыз. Have you ever been to London? Сен мысалға ever бұл жерде мысал келтіріп тұр. Ever дегеніміз бізде болымды және сұраулы сөйлемде қолданылады. Мына жерде қарап отырсаңыздар, have you ever been to London? Сен әйтеуір бір кезде Лондонда болдың ба? Келесі болымды сөйлемге назар аударайық. Neverға мысал келтірілген. I have never tried sushi. Яғни мен ешқашан сушиді жеп көрмегенмін. Яғни ол сушиді жеуге де ұмтылмаған, тырыспаған. Оған вообще мүлдем ұнамайды. Бұл жерде қарайтын болсақ, never уақытты білдіретін сөз, бірақ бұл болымды сөйлемде қолданылып тұр. Болымды сөйлемде қолданылғанымен бұл болымсыз сөйлемнің мағынасында келіп тұр. Келесі мысалға назар аударатын болсақ, she has already finished her work. Ол әлде қашан үй тапсырмасын, өзінің жұмысын аяқтаған. Ол әлде қашан өзінің жұмысын аяқтап қойған. Яғни already дегеніміз бізде әлде қашан деген мағынаны білдіреді. Және осы already, never, ever деген сөздеріміздің қолданысы негізгі етістіктің алдында тұрады. Have, has-дан кейін және негізгі етістіктің алдында тұрады. Қорытындылай келе, present perfect tense өткен шақтың қазіргі уақытпен байланысын көрсетеді. Маңызды сөздер, яғни маңызды фразалар бұл жердегі ever, never, just, already, yet, since, for. Сонымен қатар тәжірибе, нәтиже немесе ұзақ уақыт жалғасқан іс-әрекеттер үшін біз осы present perfect tense'ті қолданамыз.